денсаулық пен жасарудың мәселесін жалғастырсақ, біз әр нәрсені, не нәрсені де істесек, кешенді түрде қарау керекпіз. Тез нәтиже алу үшін бәрін жалпы бәрін қосып кешенді түрде жасау керекпіз. Бетке жасаған кезде тек қана бетке емес, мойынға да, кеудеге массаж жасаймыз. Көздің қабағын көтеру үшін, жоғары қабағын көтеру үшін біз желкеден бастаймыз. Желке мойыннан, бұлшық еттен, сол жақтан басталады. Тек қана мына жаққа жасай бергеннен пайдасы жоқ, пайдасы болмайды. Өйткені 1-2 сағатқа, бір күнге болсын сондайға ғана жетеді. Ал жалпы ұзақ мерзімге сіз нәтижені алам десеңіз, сол кешенді түрде қарау керек. Содан кейін бүкіл денсаулығыңызға, жасарудың ұзақ мерзімге нәтижені алғыңыз келсе, қосымша массажға біз ішкі құрылысымыздың да жөндеу керекпіз. Біздің тамақтанудан да бастау керекпіз. Өйткені ол бәрі бір-бірімен байланысты. Оның алдындағы видеода айтып шықтым. Адам баласы жатырға біткен кезде, біз енді 1-2 жұма болған кезде, бізде ең бірінші нерв жүйесі, адамның терісі, содан кейін ішкі құрылыс пайда болады екен. Содан әрбір нәрсені бастаған кезде біз ішкі құрылыстан бастау керекпіз. Өйткені біз адам бұл өмірге келген кезде ең бірінші біздің қол-аяғымыздан бұрын біздің ішкі құрылысымыз пайда болған. Сол үшін причинамызда, әрбір нәрсенің причинасы ішкі құрылыста болады. Мысалы, не деп айтып жатады ғой, точкалары, беттегі точкалар бәрі ішкі құрылыста. Ол расында да солай, бір-бірімен байланысты. Сол үшін тек қана массаж емес, мен тренер ретінде тек қана массаж емес, жалпы тамақтанудан да қосымша ақпаратты беріп отырамын.